Сонымен біз CSS бойынша сабақты жалғастырамыз. Бұл екінші сабақ. Алдында бірінші сабақта біз теория жүзінде CSS дегенімізде және оның қандай пайдасы бар, жалпы оны қолданғанда біз қандай мүмкіндікке ие боламыз, сол бойынша теория жүзінде мен айтқан болатынмын. Бүгін практика жүзінде, яғни тәжірибе жүзінде жұмыс жасайтын боламыз. CSS-ті айтпас бұрын бірінші HTML туралы айта кетейін. Егер сіз HTML-ды білмейтін болсаңыз, онда міндетті түрде бірінші HTML туралы сабақты қарап алыңыз. CSS-ті одан кейін қарағаныңыз дұрыс болады. Енді бұл қарапайым ғана HTML бет. Осы жерге біз CSS-ті қосуымыз керек. Яғни біз қолдану үшін оны міндетті түрде осы бетке, осы құжатқа қосуымыз керек. Енді оны қалай қосамыз, соны айта кетейін. Оны айтпас бұрын бірінші мына brackets деп аталатын мен код жазатын арнайы бағдарламаны қолданамын. Оны жүктеп алуға арналған сілтеме осы видеоның астында бар. Немесе Google-ге жазсаңыздар болады, brackets деп мына жерде міне ат тұр. Осыны жүктеп алсаңыздар болады. Енді әркім талғамы әртүрлі, басқа да бағдарламаларды қолдануға болады. Енді жұмысты бастаймыз. CSS бойынша CSS-ті жалпы HTML құжатқа қосудың қазіргі уақытта 3 тәсілі бар. Оны қандай тәсілдер екен мен қазір айта кетейін. Ең қарапайым тәсілі бірден кодқа жазып жіберу. Мысалға алайық. Мысалға мен параграф деп жазам. Енді параграфтың қандай қызмет атқаратынын жақсы білесіз деген ойдамын. Мына жерге жай ғана текст жазамыз. Енді мына жерге CSS-ті қолдану үшін біз style деп жазамыз. Яғни style деген тег осы CSS-ге қатысты, яғни CSS кодтарды жазуға арналған. Мына жерге мысалға жазайық color. Мына жерге не жазғаныма мән бермеңіздер, мен тек қана қалай қосуға болатынын көрсетемін. Ең негізгі бөлігін біз алдағы сабақтарда қарастыратын боламыз. Мына жерге color red дедім. Енді бұны браузер арқылы ашып қараймыз. Ол үшін мынаны бассаңыздар болады. Егер brackets қолданатын болсаңыздар, азырақ күтеміз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде мен ертай қуанышып деген сөз шықты, және мен қалай жаздым, солай шықты. Мына жерде style color red, яғни түсі қызыл деген сөз. Енді бұл жай ғана бірінші тәсіл. Енді екінші тәсіл бар, оған қарағанда сәл ыңғайлылау. Енді бұл тәсіл сәл ыңғайсыздау, себебі біз жазған кезде бір 10 шақтысын жазуымыз мүмкін. Мына жерге 10 шақтысын жазатын болсақ, ол көбейіп кете береді бұлай. Сондықтан көп жағдайда өте ыңғайсыз. Мысалға мен блогымда жазған кезде өте көп сондай CSS кодтар жаздым. Оның бәрін әрине жеке тегке тығып қою, бұл енді бір кішкене ақылға қонымсыздау дүние. Сондықтан екінші тәсілді көрсетейін, ол сәл ыңғайлы, кей жағдайда қолданылады. Жеке өз басым мынадай тәсілді өте көп қолданамын деп айта алмаймын. Тек қана кейбір қажет кезінде болуы мүмкін, бірақ соңғы рет қашан қолданғаным есімде жоқ. Енді мынаны пікірге алып қояйын, кейін шатасып кетпеу үшін. Енді екінші тәсілді көрсетейін. Екінші тәсілді қолдану үшін мен тағы да параграф ашайын. Мына жерге ертай қуанышып деп. Енді екінші тәсіл бұл head-тің арасына жазылады. Мына жерде HTML кетеді, одан кейін head кетеді. Осы head-тің арасына жазамыз style. Міне дәл осылай. Осының арасына біз CSS кодтарды жазамыз. Енді параграфке біз өзгеріс енгізу үшін, мына параграфпен тікелей жұмыс жасау үшін, мына жерге P деп жазамыз. Яғни, мысалға біз мынаның түсін өзгерткіміз келсе, мына жерге параграфтың атын жазамыз. Яғни, мына жерде P болса, мына жерге де P деп жазамыз. Мына жерде сілтеме болатын болса, мысалы A деп белгіленеді, сілтеме A деп белгіленеді. Яғни, мен қазақша айтып жіберіппін ғой енді. A деп белгіленеді, сондықтан мына жерге солай жазамыз. Оны әрине алдағы сабақтарда толығырақ қарастыратын боламыз. Енді екінші тәсіл осындай, мысалға мына жерге мен color деймін, red. Енді бұл тәсіл алдыған қарағанда сәл ыңғайлы. Мына жерде параграф жазамыз және жақшаның ішін ашамыз да, мына жерге color red. Және шрифтісін немесе басқа да элементтерді осылай өзгертуімізге болады. Енді браузер арқылы ашып қараймыз, қалай шығады екен. Мына жерде ештеңе өзгерген жоқ, ертай қуанышып қызыл түспен жазылып тұр. Яғни бұл өте оңай тәсіл. Әрине, бұны да жазуға болады, бірақ бұл HTML-ге араласып кеткендіктен, мынаны біз, мысалы, кей жағдайда айтқанымдай, мына жерде мысалы 1-ден 16-ға дейін болады. Ал CSS кейбір жағдайда бір 2000 осындай строкқа кетеді. Яғни мына 1-ден 16-ға дейін кеткен болса, осыны мысалға төмен қарай 2000 рет төмен түседі. Енді ондай жағдайда шыны керек, енді білмеймін, бұндай жағдайда бір
ыңғайсыздық туғызады. Сондықтан мен ұсынатын үшінші тәсіл бар, және оны мен өте көп қолданамын. Бүкіл сайт ашқан кезде соны қолданамын мен. Оны жалпы көптеген веб-программистер қолданады. Көптеген болғанда ең көп қолданатын тәсіл қазір осындай. Енді оны қалай істейміз, айта кетейін. Бірінші мынаны мен комментарийге алып қоямын пікірге, кейін шатасып кетпес үшін және көрініп тұру үшін. Енді ол үшін біз жеке CSS файл ашамыз. Ол үшін новый файл, немесе жай ғана сіз мына HTML құжатты қай жерге сақтадың, сол жерге барасыздар, бар болғаны мысалға style.css деген расширение бойынша файл ашасыз мына жерге. Мынау HTML кодтар HTML-дың ішінде жазылатын болса, CSS кодтар міндетті түрде CSS деп аяқталу керек. Мысалға, видео болатын болса, MP3 немесе аудио файл болатын болса, MP3 немесе мысалға үлкен видео файлдар болса, мысалға AVI форматында тұрады. Ал мынау HTML, мынау CSS файл түрінде. Мына жерге біз жазамыз параграф деп. Енді мынаған қарағанда оның шыны керек айырмашылығы жоқ. Просто жай ғана жеке бөлек жазылады, яғни бөлек тұрады деген сөз. Мына жерге color дейміз. Енді басқаша түс жазайық, мысалға ағылшынша green. Мынаған қатты мән беріңіздер, мен тек қана CSS-ті қалай қосуға болады соны көрсетіп жатырмын. Бұларды толық тәжірибе жүзінде алдағы сабақтарда толық қарастыратын боламыз. Бұл жұмы, яғни CSS-тің 99% осы жерде жатыр. Енді ашып қараймыз қалай көрінеді екен. Мынау, яғни дұрыс шығу үшін жап-жасыл болып тұру керек. Мына жерде жасыл емес, қап-қара болып тұр. Не үшін? Себебі біз CSS файлды негізгі құжатқа қосқан жоқпыз. Яғни ол бөлек тұр. Біз мына HTML құжатқа көрсетуіміз керек. Яғни бұл құжаттың стилі міне осы жерде тұр. Сен осы жерден алып бәрін жасайсың деген сияқты. Енді оны қалай қосуға болады? Мысалға, мына жерде ол қосулы тұр, арнайы қосудың қажеті жоқ. Мына жерде де қосулы тұр, арнайы қосудың қажеті жоқ. Ал енді оны қосу үшін біз link деп аталатын арнайы тег бар, осыны қолданамыз. Link. Міне, link деп жазамыз, real style sheet, яғни стильдік файлдар екен білу үшін. Ал енді шрифт деген жерге, енді өзіңіз сезіп отқан шығар, шрифт деген жерге сілтеме жазылады. Бұл енді шрифт дегенде біз алдыңғы HTML бойынша сабақтарда біраз рет қарастырдық. Енді ол есіңізде болса, әрине тағы да айтамын, егер HTML-ді қарамаған болсаңыз, міндетті түрде қарап алыңыз. Қазір болмаса, сіздің қазір миыңыз ашып, мынау не айтып жатыр өзі, вообще бірдеңе деп қазір ұйқыңыз келіп кетуі мүмкін дегенім ғой жалпы. Енді біз осылай жаздық, style CSS. Енді ашып қараймыз қалай көрінеді екен. Міне, ол жасыл болып тұр. Сізге көрініп тұр ма, қазір үлкейтейін. Міне, мынау жасыл түсті. Немесе осылай жаза береміз. Енді CSS арқылы қосудың үш тәсілі міне осындай. Осымен сабақты аяқтаймыз. Келесі сабақта кездескенше, және жұмыстың ең главный бөлігі, яғни ең негізгі бөлігі келесі сабақтан басталады. Осымен аяқтаймын. Келесі сабақта кездесеміз.